Қанша жыл тәрбиелі қыз болып жүріп, бір күнде тәрбиесіз келінге айналдыңыз ба? Қызық, иә. Одан да қызығы не екенін білесіз бе? Сізге ешқашан тәрбие бермеген адамдар сіздің тәрбиелі не тәрбиесіз екеніңізді бағалайды. Бір нәрсені ешқашан ұмытпа. Ата-анаңыз сізге ең жақсы тәрбие берген. Егер дұрыс тәрбие бермеген болса, өз отбасыңызды тастап, өзге отбасының шырағын жағамын деп, бақытты қыламын деп келін болмас едіңіз. Ал егер тәрбиесіз болсаңыз, сіз тәрбиесізсіз. Ата-анаңызға жасамаған қызметті өзге үйге барып жасағаныңыз үшін. Сіз тәрбиесізсіз. Өз үйіңізде шыдамаған сынақтарға өзге үйге барып шыдап жүргеніңіз үшін. Сіз тәрбиесіз келінсіз. Ішіңіз жылап тұрса да сыртқа білдірмей күліп жүргеніңіз үшін. Сіз тәрбиесізсіз. Қайратыңыз таусылса да бала үшін шыдап, сабыр қылып, көніп жүргеніңіз үшін. Бүгін сізді тәрбиесіз келін десе, оған еш мұңаймаңыз. Себебі ешқандай ата-ана өз баласына жаман тәрбие бермейді. Ол жай ғана қоршаған адамдар жаман тәрбиелі адамға айналдырады.